Үйдің тұңғышы болған мені ата-әжем ауылда өсірді. Менен кейінгі сіңлілерім қаланың ақсаусақ қыздары. Әке-шешем жұмыс басты адамдар. Біздің әулетте ұл жоқ. Әкем 2 ағайынды, қарындасы бар. Әкем жұмыс бабымен қалада жұмыс жасайтын болғандықтан ауылда қарт әке-шешесі тұрады. Қолдарында мен ғана. Мені сүйеніш қылады. Өздерінің қалаға барғысы жоқ. Бала кезімнен бастап ата-әжемнің ортасында жататынмын. Әбден еркелеп туған әке-шешемді сағынбайтынмын. Атамды ерекше жақсы көретінмен, әжем атама жақындаса, қызғанып, ұстама атамды, ол менікі деп, әжемді атама жолаттырмаймын. Бұл қылығымды олар қызық көріп, мені одан әрі қызғандыратын. Атамның күнге күйген иісі, әжемнің түтін сасыған иісі, бұл әлемдегі ешбір иіс суға жетпейді. Атама тартқан қара торы болдым. Әжем бар тәтісін аузыма тыққаннан болар, тығыршықтай толық болдым. Ұрда-жақ мінезім тағы бар. Бұлай айтқанда қыздарға тән нәзіктік жоқ. Есімді білгелі атамның қасынан шықпай, қорадағы сиыр, жылқы дегендерді атам екеуміз қараймыз. Жылқыға емін-еркін мініп суарып келетін едім. Сол тірлігімді мақтан етемін. Үйдің тірлігінде алып жүрдім. Әжем жарықтық, қыз деген бәрін жасай білу керек. Ертең ана болғанда бір үйдің түтінін түтете білу әр қыздың парызы. Сол үшін қалқам қазірден үйден, ата-әжесінің қызы қолынан түк келмейді деп, мына біздерге сөз келеді ботам деп, барынша тәрбие берді. Арада жылдар өтіп жатты. Әке-шешем қалаға тұрақтап қалған. Ата-әжемнің әлі де ауылдан кеткісі жоқ. Қара шаңырақтарын қимайды. Мен бойжеткен сайын олар қартайып барады. Баяғыдай бақуатты емес. Бала кезден ата-әжемнің қолғанаты болғанмен барлық тірлікті өзім істеймін. Жарықтық әжем мен атам мені жер көкке сыйғызбай мақтайды. Мен оған мәзбін. Атасының қызы 100 баладан асып түседі деп атам әбден мақтайды. Сәл еркек шора сияқты болдым. Атқа секіріп мініп, сиырларды бағуда менен қалған жұмыстар. Мектепті де оңдырмадым. Алғаш мектеп табалдырығын аттағанда сабаққа барамаймын деп жылағанмын. Атам байғұс әзер көндіріп арқалап апарып жүрді. Соның өзінде мектепті басыма көтеріп жаман жылайтынмын. Атам кетпей партада қасында отырып жүрді. Содан кейін сынып алдында күтіп отыратын. Үйге келгенде әріптерді жазбаймын деп тағы қырғын шығарамын. Сонда әжем әріптерді өзі жазып беретін. Солай өскенмен кейін өз қалауыммен әріп пен санды ғана танып кітап оқу дегеннен жұрдай болдым. Ұлдармен жаға жыртысып, төбелес дегендер ғана қызық еді. Демалыс. 3 ай демалыста қаладағы сіңлілерім келді. Мен баяғыдай оларды өзімен салыстырып сәл бой түзегенде болдым. Бұрынғыдай тамақ ішуді азайтып, олар сияқты сәл бояу жағып, бірақ ұялып өшіріп тастап жүрдім. Олар әпке, кәне кішкене жағып көрші деп талаптарын ұсынады. Анам үйіп төгіп крем, бояулар, әдемі көйлектер, аяқ киімдер әкеліп береді. Бірақ мен ұялатымын. Жараспайтындай көрінеді. Өзімше тамақ ішпей азғым келді. Бұл қылығымды әжем басқаша түсініп, жарығым-ау, ауырып қалғанбысың, дәрігер шақырайын, түк тамақ жемедің, деп асты үстіме түсіп жүр. 10-шы сынып бітірген едім. Ауға концерт болатын болды. Сіңлілерімді ертіп алып концертке шықтық. Сыныптағы ұлдар одан жоғарыға оқитын мектеп бітірген жігіттердің көздері біздерде. Әрине маған емес, менің сіңлілерімде. Айтып кеткенде олар үлбіреген әппақ кез келген жігіттерді еріксіз қарататындай сұлу қыздар. Тек мен қара торы әрі толықпын. Сәлем Құндыз, халің қалай? Ауылға қонақ келіп қалған екен. Іштері пысқан шығар. Таныстырып жіберсе бізді, деді. Жоғалшы, бұлай тұрыңдаршы. Дөрекі сөйлеген мен олардың сіңлілерімді қызғандым десе де болады. Менің бұлай сөйлегеніме сызылып сіңлілерім күлді. Сыныптас жігіттер ізімізден жүгіріп келеді.
Ананы айтып, мынаны айтып, әйтеуір сіңілерімен танысып, мәре-сәре болып келеміз. Бірде ата-әжем алыста тұратын туыстары қайтыс болғанын естіп, 3 күнге ауылдан кететін болды. Бой жеткен біздерді туыс жеңгемізге тапсырды. Ол жеңгеміз анау айтқандай үлкен емес. Ағамыз сыртқа жұмысқа кеткен, кішкентай бөпелерімен келді. Қалалық қыздар жеңгемнің тілін тауып, кешке көшеге шықтық. Дүкеннен мороженое аламыз деген сылтаумен сызылып шыққан оларды көрген көрші жігіттер де жанымыздан табылай кетті. Бұрын көшеге шығу, қыздармен қыдыру дегендер ұнамайтын. Сіңілерім келгелі ойым өзгергенде. Көшеге шыққым келіп тұрады. Жігіттермен әзілдескенде бірте-бірте ұнап барады. Бір жағына олардың арқасында көрші жігіттердің бәрі бірінші менімен амандасып, хал сұрайтын болған. Әлде мен ой жеткенсін солай мекен. Ата-әжемнің жоқтығын пайдаланған біздер кеш батса, жарқанат секілді көшеге шықтық. Сырттай ұнатып жүрген көрші Нұртас есімді жігітті жолықтырдым. Менің көшеге шыққанымды көріп жүрген ол біздің сыртымыздан аңдып келген екен. Жанымызға келіп, менімен жеке сөйлесуге рұқсат сұрағанда, мен сәл сызылған түр жасап келістім. Нұртас биыл 1-ші курсты, ал мен 10-ші сыныпты аяқтадым. Негізі біздер бала кезде бірге ойнайтынбыз. Ол жылқыны қатты жақсы көретін. Біздің үйде бие болатын. Бие құлындағанда ол үйінен ерінбей күнде келіп, екеуміз сол құлынмен асыр салып ойнайтын күндеріміз көп болды. Содан кейіндері есейіп ес білгенде тек алыстан сәлемдесіп араласпай кеткенбіз. Сәлем Құндыз, халің қалай? Көптен бері арамыз үзіліп кетті я? Бала кезіміз күшті еді. Біздің құлыншақ өсіп кеткен шығар. Осылайша бала кезді еске түсіріп, біраз қызықтарды еске алып, бұрынғыдай жақындай түстік. Ол менімен қоштасқанда қолымнан ұстап, сезім ұшқыны жаққандай. Сол бір күннен соң мен қатты өзгердім. Диета ұстап, бетіме түрлі крем жағып, бұрынғыдай жұмысты да жартып істемейтін болдым. Байғұс әжем мен атам өздері істеп жүрді. Сіңілерім сияқты ағару үшін қалаға барамын деп шештім. Әжем мен атам бір түрлі болып қалды. Сіңілеріме қарап, «Әй, сендер мына қызды қалаға баруға үгіттеп жүрсіңдер ме?» деп күңкілдеп жүрген әжемді олар түсінбей әлек. Сонымен ата-әжемді тастап бір айға қалаға кеттім. Ол жақта анам қуанып қарсы алды. Өйткені алғаш рет өз еркіммен бардым. Бұрындары тек әжемен еріп баратынмын. Анамның тұңғыш қызымын ғой. Бар тәттісін, дәмдісін алдыма тосып, не айтсам да орындағалы тұр. 11-ші сыныпқа аяқ бастым. Біраз өзгердім. Жігіттер жағда сөз айта бастады. Ешкімге қарамадым. Нұртасқа сезімім адал. Бірақ жігіттер сөз айтса, өзімді керемет сезінетінмін. Арада күндер өтіп жатты. Ауылда сымсыз телефон ұстайды. Көбі емес. Қыстың тез болуын күтіп жүрдім. Арманымда орындалды. Бірақ өміріме үлкен өзгеріс әкелді. Мен асыға күткен жаңа жыл да келді. Ғашығымда сыйлығымен мені түнде күтіп алды. Атама жалынып жүріп, отырысқа барамын деп, әжемді әзер көндіріп, Нұртаспен кездесіп жүрдік. Нұртастың ағалары сыртта тұрады. Жаңа жылға таман әке-шешесі сыртқа балаларына қыдырып кеткенде, Нұртас үйіне жалғыз қалды. Сондай сәтті пайдаланған ол мені үйіне апарды. Біз сезімге беріліп, төсекте табыстық. Басында ол тірлігімді дұрыс емес деп ойладым. Нұртас мектеп бітіргенде алып қашамын деген соң көңілім орнына түсті. Бір емес бірнеше рет болған біздерде бала пайда болды. Ол кездері Нұртас оқуына кетіп қалған, ал менің жүрегім айнып, құсуым жиіледі. Жақсы араласатын туыс жеңгеме бәрін жасырмай айтушы едім. Соған жағдайымды айтқанда ол, ойбай, сен жындымысың? Тұрмыс құрмай неге төсектес боласың? Енді сен бала туасың дегенде шошып кеттім.
Жеңеше, ойнап айтып тұрсың ғой, ә? Олай емес шығар. Қорыққаннан аяқ-қолым дірілдеп, не істерімді білмей үйге қарай жүгірдім. Бөлмеме кіріп, жылап, одан өзімді сабырға шақырып, бәрібір бұл баланы туамын. Нұртас мектеп бітіргенде аламын деді ғой. Енді тек ішімді білдіртпей Нұртасты күтуім керек деп өмірге асыққан сәбиімді өз қолыммен тұншықтырдым. Алла да шебер ғой. 6 ай бойы ішімді тас қылып байласам да, сәбиім тірі қалды. Бірақ жарым-жан болғаны жүрегімді ауыртты. Мектеп бітіріп ата-әжем мені ақылы оқуға түсіремін дегенде амалсыз шындықты айттым. Байғұс ата-әжеме бұл өте қиын болды. Мені қайта толығып кетті деп ойлаған екен. Нұртас уәдесіне тұрып мені аламын дегенде әке-шешесі келіспей әзер келісті. Ақ көйлек кимедім. Тойымыз болмады. Ата-әжем елдің бетіне қарай алмай бір күнде қалаға көшіп кетті. Келін болып түскен сәттен-ақ мені ешкім жақтырмады. Нұртас үшін бәріне көндім. Сәбиіме 7 айлық болғанда ғана жүктілік тіркеуге тұрған маған дәрігер түгімді қоймай ұрысты. Мен ішімді жасыру үшін қатты қылып байлап жүретінмін. Тек түнде ғана ішімді шешетінмін. Сол үшін де бейкүнә сәбиім ауру болып туылды. Аяқ-қолы сау болса да кеш жүрді. Өз денесін ұстай алмайтын, сөйлеу қабілеті бұзылған. 9 айында босанып алдым. Тек әжем мен анам ғана жағдайымды жасап, ыстық сорпамды тасып жүрді. Шынымды айтсам, атам мен енем немересін мойындамады. Бұрын оқушы кезде көшеге шыққанымды бетіме басып, мені жәлепке теңейтінін естіп жылап алғанмын. Ол ештеңе емес. Нұртас оқудан келген сайын, "Олым, сен жассың, қыз қырынмен қыдыратын шағың. Мына қатынды қайтесің, ауылдан шықпаған түк көрмеген" деп айналып келіп маған тиісіп кететін. Одан атамның тілі де ащы. Ол да әрбір ісіме жағаласып жүретін. Нұртастың қасына кетейін десем, одан енем жібермейді. Ауру қызымды шамам жеткенше қарап жүрдім. Анам қаладан массажист жалдап, қызыма массаж жасатып жүрдім. Анам жалдаған массажист ауылға келетін. Анам бірде ашумен келіп, ата-енемді қырып кетті. Мені алып кеткісі келген. Оған Нұртас жалынып, менде күйеуімді қимай сонымен қалдым. Біраз уақытқа дейін енем үнін өшіріп жүрді. Анамның ашуынан қорыққан болар. Арпалысқан өмірмен арада 5 жыл өтті. Қызымды массажға сүйреп жүретін болдық. Өз еркімен тамақ жейтін болғанына қатты қуанып жүрдім. Ол уақытта 2 рет көтеріп түсіріп алдым. Бірде тағы да көтеріппін. Токсикозым қатты болды. Күні бойы әлсіреп, қызыма қарауға мұршам болмай жүрді. Қайынатам намаз ұстап, сабырлы кісі болды деп қуанып жүрген едім. Енемде қалаға балаларына кетеді. Одан қалды той домалақтан қалмайды. Атам намаз ұстағалы қызымды бауырына басып, еркелетіп, құшағына басты. Бұл үшін мен қатты қуандым. Атам мені қалай еркелетіп өсірсе, қайнатам қызымды да солай еркелетіп өсіреді деген ойым қате екен. Жүктілік кезіндегі тексеруге баратын болып, қызымды атасына тастап кеттім. Түскі ас жасауға үйге асығып келіп, атамның қызымды алдына алып, көтенін сипалап отырған көріп, біртүрлі күйде болдым. Ол бала болса түсінер едім. Жаман ойламауға тырыстым. Мені көрген атам селт етіп, кішетіп қойған шығар деп тексеріп жатырмын деп біртүрлі болып, өзі ақтала сөйлеп жатты. Мен ештеңе демедім. Сол күннен соң ойыма неше түрлі ойлар келіп, өзімді жаман ойламауға сендіріп жүрдім. Күннен күнге атам қызымды едекше жақсы көріп, қолынан тастамай, бар тәттісін алып беретін. Енемде арасында құшақтап еркелетеді. Бірде дүкенге майда шүйде затқа баратын болып, қызымды атама тастап шығып кеттім. Жарты жолда ақшамды алуды ұмытқаным есіме түсті. Қайтып келіп жатқанда атам отыратын бөлменің терезесіне көзім түсті. Пердесі жабық тұр. Қызық, не үшін жауып қойған?
Жүрегім дір ете қалды. Жақындай бергенімде перденің сәл шет жағы ашықтау екен. Жақындап қарағанымда өз көзіме сенер емесмін. Намаз оқитын атам қызымның құйрығынан сипалап, өз мүшесін екінші қолмен қоздырып отыр. Алып ұшып үйге кіргенде ештеңе болмағандай пердені ашып жатыр. Оңбаған, азғын еме. Жаңа мен терезеден бәрін көрдім деп үйді басыма көтердім. Енемде, күйеуімде үйде жоқ. Қайнатам жалынып, аяғыма жығылып, кешірім сұрап жатты. Мен бәрін үйдегілерге айтамын деп көнбей қойдым. Айналайын, келін, ешкімге айтпашы. Жаздым, жаңылдым. Енді жасамаймын деп жас балаша еңкілдеп жылап жатты. Сонда да қатайып, айтамынға салындым. Ол орнынан атып тұрып, өзіме қол жұмсап өлемін. Өлігім саған ауыр жүк болсын деп үйден шығып мал қораға қарай кетті. Бір сәт есеңгіреп қалдым. Тез есімді жиып қораға қарай жүгірдім. Адам бұзау тартатын арқанды дайындап жатыр екен. Енді мен оған жалынып жүрмін. Ешкімге айтпаймын. Өлмеші ата, кешірдім дедім. Біреудің өлімін мойныма жүктегім келмеді. Солай атам екеуміз бар шындықты ешкімге айтпай үнсіз жүрдік. Десе де менің ашуым келіп, тілімді тістеп жүрмін. Шыдайын десем, ішіме толған кектен шыдай алмай, қайын атамның бір жеріне қастандық жасадым. Бірде ет астым. Ет түсіріп, атамның қол жууға шыққанын күтіп жүріп, тамаққа қарай келе жатқанда, үлкендеу тостаққа сорпаны алып, әдейілеп белден төмен жеріне ақтара салдым. Бажылдап, өкіре жылап, не істерін білмей, үйді басына көтерді. Ол кезде енем теріс қарап, ет турап отырды. Күйеуім қызын алдына алып, тамақ беріп отырған. Ешкім мен істегенімді байқамады. Оқыс жағдай деп қабылдады. Бірақ істерімді істеп, артынан көп өкіндім. Ашуымды басқалай алғанда болар ма еді деп. Сол бір жағдайдан соң атам бізді үйден қуды. Күйеуіммен қалада пәтер жалдап тұрдық. Анам біраз көмек көрсетіп жүрді. Атама қастандық жасаған соң көп уайымнан ішімдегі шарананың жүрегі мәңгіге тоқтады. Күйзеліске түстім. Бірақ қызым үшін өмір сүруге бел будым. Енді ғана бәрі реттеліп жатқанда, осы уақытқа дейін момын болған күйеуім қыз зорлап сотталып кете барды. Негізі менің көзіме шөп салған. Мектеп оқушысымен қыз жігіт болып жүріпті. Ол жүкті болғанда тастап кеткен. Содан анасы Нұртастың үстінен арыз жазыпты. Бұл оқиғалар өте ауыр соққы болды. Арада біршама жылдар өтті. Бар уақытымды қызымның денсаулығына жұмсадым. Сіңілім Россияға оқуға түсіп, сол жаққа мені өзімен бірге тұруға шақырды. Басында қиын болды. Бірақ бұл маған берілген жаңа өмір деп қабылдап, сол елге кеттім. Ол жақта өмірім ақырындап жақсарып, массажист оқуым оқып алып, жұмыс жасай бастадым. Ақша жиып, әке-шешемде қаражат жағынан көмек беріп, қызымды емдеттім. Осыдан 2 жыл бұрын Қазақстанға көшіп келдім. Қызым 28 жасқа келді. Тілі сол күйі шықпады. Десе де өте пысық. Қазір Астана қаласында тұрып жатырмыз. Бір күні қызымның бағы жанар деген үмітім зор. Өмірімнің соңына дейін осы қызымның тілеуін тілеп өтемін. Тек қызым бақытты болса екен. Кезінде ішімді байламағанда бұл қыздың дені сау болып туылар еді деп әлі күнге дейін өкінішім өзегімді өртейді деп кейіпкер сөзін аяқтады.